Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бисквитті рулет дайындайтын боламыз. Достар, видеоны қарамас бұрын менің каналыма жазылып алыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, сүт, сұйық май және де қопсытқыш. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды ағын сарысынан ажыратып аламыз. Және де ақуызымызға сары уызымыздың түсіп кетпеуін қадағалаймыз. Жұмыртқаларды ажыратып алдық. Келесі кезекте таза құрғақ венчикпен ақуызымызды кішкене көпіртіп аламыз. Сонан соң қантымыздың 2-ден 1 бөлігін қосып, аппақ пик пайда болғанша көпіртеміз. Мінекей, ақуызымызды шайқап алдық. Ол осылай ыдысты төңкергенде өзінің көлемін сақтауы тиіс. Келесі кезекте біз сары уызымызға қантымыздың қалған бөлігін қосып, ағарғанша микстелейтін боламыз. Сары уызды араластырып алғаннан соң, оған сұйық майды және де сүтті қосып араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді бір-біріне қосып, електен өткізіп араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып алдық. Енді ақуызымызды қосатын боламыз. Ол үшін лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай әрекет етіп, видеода көрсетілгендей араластыратын боламыз. Қатты араластыруға болмайды. Міне достар, рулетіміздің бисквиті дайын болды. Енді оны пештің квадрат пішінді формасына салып, 180 градуста 30-40 минут пісіретін боламыз. Бисквитті пісіріп алдық. Енді оны формадан алып, сүлгіге орналастырамыз. Және де оны жылы қалпында орайтын боламыз. Бисквитіміз орау кезінде жылы болуы міндетті, өйткені ол сынып кетуі мүмкін. Келесі кезекте крем дайындаймыз. Сливкиді кішкене миксерлеп алып, оған творожный сыр мен сахарный пудра қосамыз. Сонан соң жылдамдықты сатылап көтере отырып араластырамыз. Кремді дайындап алдым. Енді оны бисквитімізге жағатын боламыз.
Кремді жағып болғаннан соң рулетімізді жаймен орап аламыз және де оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сонымен қатар мұнда мен рулетті шоколадпен әрлейтін боламын. Сіздер әрине өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады, немесе мен сияқты видеода көрсетілгендей етіп әрлеп шықсаңыздар болады. Мінекей мен осындай пакетке шоколад жағып алдым. Енді оны рулетке ораймын және де 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямын. Достар, рулет дайын болды. Енді оны пакетінен босатып, дәм ауыз деуге болады. Әрине жасап көріңіздер және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.